Леуліктер 12-ші тарау. Жаратқан ие Мұсаға нұсқау беріп, бұлай деді. Исраил халқына мынаны айт. Егер бір әйел жүкті болып ұл туса, онда ол 7 күн бойы өзінің айлық етеккірі келген кезіндегідей таз емес болады. 8-ші күні оның ұлы сүндеттелсін. Содан соң әйел 33 күн бойы босанғандағы қан ағуынан тазару кезеңінің аяқталуын күтсін. Тазару кезеңі бітпейінше әйел киелі нәрселермен жанаспасын, әрі киелі орынға да бармасын. Егер әйел қыз тапса, онда ол 2 апта бойы өзінің айлық етеккірі келген кезіндегідей таз емес болады. Содан соң әйел 66 күн бойы босанғандағы қан ағуынан тазару кезеңінің аяқталуын күтсін. Ол не қыз тапқаннан кейінгі тазару кезеңі аяқталғаннан кейін әйел кездесу шатырының кіреберісіндегі діни қызметкерге түгелдей өртелетін құрбандыққа 1 жасар тоқтыны және күнәнің құнын өтейтін құрбандыққа 1 жас көгершінді не 1 кептерді алып келсін. Діни қызметкер оларды жаратқан иеге тарту етіп, әйелді күнәсінің арамдығынан тазарту үшін қажетті рәсімді орындасын. Әйелдің қан ағуынан таза еместігі сонымен бітеді. Бұл босанып, ұл не қыз тапқан әйел орындауға тиісті рәсімдер туралы ереже. Ал егер тоқты алып келуге әйелдің жағдайы көтермесе, біреуін түгелдей өртелетін, екіншісін күнәнің құнын өтейтін құрбандыққа арнап 2 орман кептерін немесе 2 жас көгершінді алып келсін. Сонда діни қызметкер әйелді күнәсінің арамдығынан тазартып, сол әйел таза болып саналады.